кім өзімен Раббысының сөйлескенін қаласа, онда Құранды оқысын дейді. Құранды оқыған кезде Раббысы онымен сөйлесіп отыр дейді. Міне, Алла Тағала сөйлеп отыр мысалы. Сіз тыңдап отырсыз. Әлемдердің Раббысының сөзін тыңдап отырсыз да. Міне осы үшін түсірілген бұл Құран. Адамзатты қараңғылықтардан жарыққа шығару үшін, ескеру үшін, неден жаралғансың ей адам, соны есіңе түсірем дейді. Міндеттеріңді есіңе түсірем дейді. Хақымды есіңе түсірем дейді. Мен жаққа оралатыныңды есіңе түсірем дейді. Қаншама аяттар бар. Ата-анаңды есіңе түсірем дейді. Отбасында қалай болу керексің есіңе түсірем дейді. Мен қыр соңынан қалмайым дейді сенің. Мен саған отбасындағы да айтатыным бар. Қоғамға шыққан кезде, қоғамға шығатын кезде де айтатыным бар. Жалғыз жүрген кезде де айтатыным бар. Ұйықтар алдында айтатыным бар. Таңертең күн шыққан кезде айтатын нәрсем бар. Міне таң атқанда, күн батқанда, екіндінің уақытында, қай уақытта болсын, мен сені еске сала беруімді тоқтатпаймын дейді. Бұл Алланың сізге деген адалдығы екен, құрметті жамағат. Алла сізге адал болғандай, адам Аллаға ондай адал емес. Адал деген нәрсе осындай болады. Есіңе сала береді, өйткені барар жағың Алла жақ. Немен қайтып келесің? Алла Тағала сіздің ақыретіңізді сізден артық қамдаған. Алла Тағала сіздің ақыретіңізді сізден артық ескергенін Құранда. Сіз олай ескермейсіз ақыретіңізді. Сіз олай қорықпайсыз да. Сондықтан ол сіздің есіңізге сала береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне де айтқандай, иман келтіргендерге естеріне сала бер дейді. Сала бер, еске салу иман келтіргендерге пайда береді дейді.